Баршаңызға сәлем, әдеттегідей сіздермен мен Ұлпан. Бүгін сіздерге осындай резинканы тоқылуды әдісін көрсеткім келеді. Өте оңай тоқылады. Көрінісін қараңыздар, енді өте әдемі. Меніңше кардиган, жемпір тоқысақ, өте ұтымды көрінетін нұсқаның бірі. Бұл өрнектің аты патронтаж. Қателеспесем, дұрыс айтылады ма, нақты білмедім. Қосымша экранға жазып кетемін. Бірақ енді біздегі английская резинкасына ұқсайды екен. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Мен қолданатын жіп Alize Lana Gold классик жібі. 49% жүн. Қалған 51% бұл жерде акрил болып табылады. 100 граммда 240 метр. Барлығыңызға белгілі жіп деп ойлаймын. Осы жіппен жилет тоқып жатырмын, және ине біз менде 3,5 мм. Өрнектің өзі 4 ілмектен және 2 қатардан тұрады. Раппорт узоры. Және қосымша симметрия үшін 3 ілмек қосылады, және 2 шеткі ілмек. Сіздердің теріп алатын ілмек саны 4-ке теңдей бөлінуі керек. Қалдықсыз. Сіздерге түсінікті болу үшін барлығын таблица түрінде есеппен жазып кететін боламын экранға. Қосымша экранда сіздерге жазып кетіп отырамын, қанша ілмек теріп алу керек және қалай есептеп аласыздар. Теріп алған ілмек санымыз 4-ке бөлінуі керек, және симметрия үшін қосымша 3 ілмек аламыз, және 2 шеткі ілмегіміз бар. Менде бұл жерде барлығы өрнекке арналған 12 ілмек, қосымша 3 ілмегім бар, және шеткі 2 ілмекті қосқан кезде барлығы ине бізде 17 ілмек. Сіздер де дәл осылай өздеріңіз керекті ілмек санын қарапайым жіп теріп алу әдісімен теріп алып тоқуларыңызды бастайсыздар. Немесе мен сияқты 17 ілмек алып, бірінші өрнекті тоқып көрсеңіздер болады. Бірінші кезекте бекітілген қатарды жасаймыз. Енді кейбірі бірден бастап кетеді екен, бірақ мен бекітілген қатарды жасаймын. Қараңыздар, жіптің ұшын оң жақ осы инемізбен бірге ұстап аламыз. Ал мына орамнан келіп тұрған жіпті мен осылай арғы бетіне өткіземін. Қараңыздар, астынан арғы бетіне өткізіп алдым. Және жақында мен алғашқы ілмекті шешіп алудың бір басқа жолын көріп қалдым. Соны қазір көрсетемін сіздерге де. Қараңыздар, оң жақ инемізге ұстап аламыз. Бірінші ілмектің алдыңғы қабырғасының астынан саламын оң жақ инемізді, және ілмегімді шешіп аламын. Жіпті тартамыз. Келесі кезекте 3 ілмегіміз теріс тоқылады. Жіпті бергі бетіне өткіземіз. Ілмектің жоғары жағынан салып, теріс тоқимыз. Жіпті іліп алып, 1, келесі 2-ші ілмегіміз, және 3-ші ілмек. 3 ілмек теріс тоқыдық, келесі 1 ілмек оң тоқылады. Міне, осы әдіс қайталанады. 3 ілмегіміз теріс тоқимыз. 1, 2, 3. 1 ілмек оң тоқылады. Келесі 3 ілмегіміз теріс тоқылады. 1, 2, 3. Және 1 ілмегіміз оң тоқылады. Міне, симметрия үшін теріп алған 3 ілмегіміз теріс тоқимыз. 1, 2, 3. Және соңғы ілмекті теріс тоқып қатарымызды аяқтаймыз. Бекітілген қатарымызды жасап алдық. Келесі өрнектің алғашқы қатары, яғни бірінші қатар. Енді өрнектің бірінші қатары. Алғашқы ілмекті астынан міне салып шешіп аламын. Келесі 3 ілмек оң тоқылады. Жоғары жағынан салып, артқы қабырғасынан оң тоқимыз. 1, 2, және 3. Келесі қараңыздар, теріс ілмек. Теріс ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Жіпті бергі бетіне өткіземіз. Жоғары жағынан салып, тоқымай жай ғана шешіп аламыз. Міне, жіпті арғы бетіне өткіземіз. Осы әдіс қайталанады. Демек, 3 ілмек оң тоқылады, 1 ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Қайталаймыз. 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі теріс ілмекті тоқымай шешіп аламыз, яғни 1 ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Қайталаймыз. 3 ілмек оң тоқылады. 1, 2, 3. Және келесі теріс ілмек тоқылмай шешілінеді. Міне, симметрия үшін теріп алынған 3 ілмекке келдік соңына таман. 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Соңғы ілмекті теріс тоқып, бірінші қатарды аяқтаймыз. Екінші қатар. Алғашқы ілмекті шешіп аламын. Келесі 1 ілмек оң тоқимын.
бір ілмекті тоқымай шешіп аламын. Жіпті бергі бетіне өткіземін. Бір ілмекті тоқымай шешіп аламын. Жіпті арғы бетке өткіземін. Енді қазір көрсететін әдісім тоқыманың соңына дейін қайталанады. 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бір ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Жіпті бергі бетіне өткізіп, тоқымай шешіп аламыз. Міне, осы әдіс қайталанады. Яғни жаңағыдай бірінші қатардағыдай әдістер қайталанады, тек басында және соңында ғана өзгешелік болады. Қайталаймыз. 3 ілмек оң тоқылады. 1, 2, 3. Келесі бір ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Қайталаймыз. 3 ілмек оң тоқылады. 1, 2, 3 және бір ілмекті тоқымай шешіп аламыз. Міне, соңғы бір ілмегіміз қалды симметрия үшін. Оны оң тоқимыз. Және шеткі ілмегімізді теріс тоқып, екінші қатарды да аяқтаймыз. Міне, осы екі қатар қайталанады. Барлық жоғары қарай тоқу барысында. Осы екі әдісті қайталап отырып, өзіміз керекті ұзындыққа дейін тоқып аламыз. Міне, белгілі бір қатар тоқып алғаннан кейін бізде осындай көріністе болады. Қараңыздар, бұл бізде екі жақты өрнек. Өте әдемі, осындай ұқыпты, ешқандай шатаспай екі қатарды қайталап отырып тоқып аласыздар. Осы әдісті қолданып, өздеріңіз әдемі бұйым тоқып аласыздар деген ойдамын. Қолданып көріңіздер. Бас киім тоқсақ та, немесе мойын орағыш тоқсақ та өте ұтымды резинканың нұсқасы бірі деп ойлаймын. Қарапайым бірде бір резинкасына қарағанда. Осымен резинка тоқу сабағы аяқталды. Сіздерге пайдалы болсын. Өздеріңізге керекті, ұнайтын бұйымды тоқып аласыздар деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.